Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызда біз күштердің түрлерін қарастыратын боламыз балалар. Және деформация деген ұғыммен танысатын боламыз. Енді сабағымыздың негізгі тақырыбын мына ребусты шешу арқылы да өздерің тауып алсаңдар болады балалар. Яғни күш физикалық шама. Біз алдыңғы сабақта күш деген ұғыммен танысқан болатынбыз, күш жол денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын негізгі физикалық шамалардың бірі деп айттық, күштің бірнеше түрі бар деп айттық балалар. Олар ауырлық күші, салмақ, үйкеліс күші, серпімділік күші, тағы сол сияқты түрлері өте көп күштің. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын біз мына сұрақтарға ойланып тұрайық. Неліктен күн жүйесіндегі планеталар орбитадан шығып кетпейді балалар? Бір-бірімізбен сөйлесіп тұрғанда арамыздағы тартылысты неге сезбейміз? Адам неге құс сияқты ұшып кетпейді? Немесе неге кез келген дене барып жерге құлайды? Қолымыздан лақтырып жіберген доп ол аспанға ұшса да неліктен жерге келіп құлайды, айналып келіп? Неге ол сол аспанда жүре бермейді? Ауада қалқып неге жүре бермейді деген сұрақтарды балалар біз ойланып көрген шығармыз, Яғни осы сұрақтардың барлығына жауап беретін бір ғана сөз, ол күш екен балалар. Мына ғалым ағылшын физигі Исаак Ньютон. Алдыңғы сабақта сендерге айтылған, яғни Исаак Ньютон туралы аңыз бойынша күннің аптап ыстық кезінде ол алма ағашының көлеңкесінде демалып отырады. Бір мезетте оның басына келіп алма құлайды. Алма құлаған сәтте ол өзінің ойланып жүрген сұрағының жауабын табады, яғни күшті анықтайды, күштің формуласын анықтайды, яғни бүкіл әлемдік тартылыс заңын анықтайды екен. Бұл ғалымды сэр деп атаған екен. Ол классикалық механиканың атасы, бүкіл әлемдік тартылыс заңының авторы, және осы кісінің құрметіне күштің өлшем бірлігі берілген. Яғни күштің өлшем бірлігі Ньютон деп алдыңғы сабақта айтылған балалар, сендерге. Тартылыс құбылысы дегеніміз не балалар? Денелерге жер тарапынан белгілі бір күш әрекет етеді. Жер барлық денелерді өзіне тартады. Денелердің бір-біріне тартылуы бүкіл әлемдік тартылыс деп аталады. Бүкіл әлемдік тартылыс заңын ағылшын ғалымы Исаак Ньютон анықтаған екен. Яғни оның тұжырымдамасын қалдырған екен. Тартылыс құбылысы арқылы нені білуге болады? Яғни денелердің жерге тартылу құбылысы, тартылу күші, ауырлық күші деп аталады екен балалар. Ауырлық күшін F кішкентай жанында индекста А әркімен белгілейміз. Ауырлық күшінің формуласы FA тең болады mg деп тұр мына жерде, Ауырлық күші дененің массасына тура пропорционал және тұрақты шама G шамасына кері пропорционал. Тұрақты шамамен балалар біз 9-шы сыныпта дұрыстап танысатын боламыз. Ол негізі еркін түсуі деп аталады. Тұрақты шаманы жуықтап алғанда 9,8 ньютон бөлу килограмм, немесе кейбір есептерде 10 ньютон бөлу килограмм деп ала берсек болады. Яғни ауырлық күшінің өлшем бірлігі ньютон балалар. Осылардың барлығын дұрыстап мұқият жазып алып жаттаймыз. Ауырлық күшінің формуласы F тең mg. Мұндағы формуладан массаны анықтау үшін күшті G-ға бөлеміз. Кейбір есептер шығару барысында бізге формуланы түрлендіруге тура келеді. Сол себепті біз математикалық білімімізді негізге ала отырып, пропорцияның негізгі қасиеті бойынша, теңдеудің негізгі қасиеті бойынша біз формуланы дұрыс түрлендіре білуіміз қажет. Әртүрлі планеталарда массалары бірдей денелерге әрекет ететін ауырлық күші түрліше болады екен балалар. Планетаның массасы неғұрлым аз болса, оның ауырлық күші соғұрлым аз болады екен. Яғни ауырлық күші массаға
тура пропорционалдықтың белгісі дәлелі осында. Әртүрлі аспан денелері үшін тұрақты G шамасының мәні түрліше болады екен. Мысалы, біз жерге құлаған денелерді қарастырамыз ғой. Сол себепті біз көп деген есептерде G-дің мәнін 9,8 немесе 10 ньютон бөлу килограмм деп аламыз. Ал Меркурийде 3,7-ге тең екен, шолпанда 8,8, Марста 3,8 ньютон бөлу килограмм. Тағы сол сияқты барлық планеталарды G-дің мәнімен танысып алсаңдар болады болар. Шу басталғанда мені орындыққа жаншып, қол аяғымды қозғалтуға мүмкіндік бермейтін орасан зор күш пайда болды, деп Юрий Гагарин айтып кеткен екен. Балалар, біздің тағы бір танысатын күштің түрі ол салмақ деп аталады. Салмақ дегеніміз тірекке немесе аспаға түсірілген күш. Салмақты П әрпімен белгілейміз. Салмақтың да формуласы жаңағы ауырлық күшінің формуласы сияқты балалар. П тең болады М көбейту G. М дегеніміз ол сол дененің массасы, G дегеніміз жаңағы тұрақты шамамыз. G-дің мәні 10-ға тең, немесе 9,8 ньютон бөлу килограммға тең. Бұны жаттаймыз балалар. Алдыңғы сабақта балалар динамометр деген құралмен танысқанбыз. Бұл құрал күшті өлшейтін құрал. Салмақтың да өлшем бірлігі балалар ньютон. Мына жерде салмақтың формуласы бойынша түрлендіру формулалар көрсетілген. Бұлардың барлығын дұрыстап дәптерімізге жазып аламыз балалар. Масса мен салмақ балалар екеуі бірдей ұғым емес, екеуі екі түрлі шама екен. Мысалы, массаны біз М әрпімен белгілейміз, салмақты П әрпімен белгілейміз. Масса ол дененің инерттілігін сипаттайтын шама болса, салмақ деген ол күш екен балалар. Екеуі екі түрлі ұғым, шатастырмаймыз ендігіде. Массаның өлшем бірлігі килограмм, салмақтың өлшем бірлігі ньютон. Массаны өлшейтін құрал таразы деп аталады, ал салмақты немесе күшті өлшейтін құрал динамометр деп аталады. Салмақ векторлық шама, масса скалярлық шама. Масса суға немесе газға денені салған кезде массасы өзгермейді ол дененің, ал суда немесе газда дененің салмағы азаюы мүмкін екен. Сонымен балалар, дененің салмағы дененің массасына тікелей тәуелді екен, яғни ауырлық күші сияқты. Сонымен балалар, біз екі түрлі күшпен таныстық, ауырлық күші және салмақ деген. Енді балалар, деформация деген ұғыммен танысып алайық. Балалар, деформация дегеніміз сыртқы күштер әрекетінен дененің өзінің пішінін немесе формасын өзгертуін айтады екенбіз, деформация деп. Деформацияның екі түрі бар: серпімді және серпімсіз немесе пластикалық. Серпімді деформация дегеніміз ол күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дененің пішінінің өзінің орнына қайта келуі. Ал пластикалық деформация дегеніміз сыртқы күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дененің өзінің пішінінің қайта қалпына келмеуі. Деформацияға мысалы біз қағаз қолымыз кез келген түзу ақ парақты біз қолымызбен мыжып күш түсіретін болсақ, онда сол жаңа қолымызда қағаз деформацияға ұшырайды деп айта аламыз. Яғни бұл деформацияның мына екі түрінің қайсына жатады десе, пластикалық деформация деп айтамыз. Себебі балалар, мыжылған қағаз қайтадан қолымызды босатып жіберсек, ол қайта қалпына келмейді, қағаздың пішіні. Сол себепті ол пластикалық деформацияға жатады. Сол сияқты пластилинмен әртүрлі денелерді жасаймыз. Яғни біз бастапқыдағы формасын өзгертеміз ол дененің, ол дене деформацияға ұшырайды. Шар сол сияқты. Деформацияның балалар 5 түрі бар: созылу, сығылу, ығысу, майысу, бұралу деген. Бұлардың барлығын жазып аламыз. Дененің деформациялануы кезінде пайда болған күш балалар серпімділік күші деп аталады екен. Серпімділік күшін анықтаған ғалым Роберт Гук болғандықтан, серпімділік күші осы Гук
заңы бойынша өрнектеледі екен формуласы. Гук заңы бойынша дененің серпімді деформациялану кезіндегі серпімділік күшінің модулі дененің ұзаруына тура пропорционал. Серпімділік күші F төменде индексті серп әрпімен белгіленеді. Серпімділік күшінің формасы бойынша К дельта X немесе К, X азайту X 0. Мұндағы К деген серпенің қатаңдығы, өлшем бірлік ньютон бөлу метр. Дельта X деген серпенің ұзаруы немесе қысқаруы, яғни дененің ұзындығының өзгерісі. Серпімділік күшінің бағыты әрекеттесу нүктесінен әрқашан деформация бағытына қарама-қарсы болады екен. Бұл деректердің барлығын дәптерімізге жазып аламыз. Мына жерде форма түрлендіру көрсетілмеген, оларды есептер шығару барысында мен тағы да көрсетемін түрлендіру формуласын. Серпімділік күші дененің әсер ету нүктесіне түсіріледі. Бастапқы қалпына келтіруге қарай бағытталады. Міне серпімділік күші балалар. Кәдімгі барлығымыз білеміз, пружинаны білеміз, пружинаны созамыз, міне үстіне ауыр денені қою арқылы біз оны ығыстырамыз деген сияқты серпімділік күш әсер етіп тұр. Мына жерде қандай да бір дененің үстінде отыр, майысып тұр ағаш, ағаштың майысқанының өзі серпімділік күшіне мысал болып тұр. Тағы сол сияқты. Балалар, енді ары қарай осы серпімділік күшіне байланысты есептерді шығарамыз және де маған WhatsApp желісіне жібереміз. Осы 3 есепті жібереміз маған. Түсінбей жатсаңдар, WhatsApp-тан сұраңдар, кері байланыс жасаңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.